Бері кел. Бүгін сіздермен сосиска тесто дайындайтын боламыз. Нанның қамырынан жасайтын боламын. Арнайы қамыр илеген жоқпын оған. Тек қана нанның қамырынан жасап шығатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Қане, кеттік. Алдымен осылай азанмен ашытқан қамырымызды 4 суалға бөліп аламыз. Оны 5 минут ұйықтатып, 5 минуттан кейін алып, жақсылап тұрып жерге жабыстырамыз. Осылай жайып алып, енді жылан етіп кесіп аламыз. Ішіне салатын сосискаларымызды осылай екі бөлікке бөліп қоямыз. Әйтпесе балалар таласып қырылысып қалады. Енді кесіп алған жыланымыздың ішіне жақсылап тұрып сосискамызды ораймыз. Қашып кетпесін. Тағы сосискамыз бөлек, қамырымыз бөлек болып қалмасын. Осылай барлығын кесіп алып, жақсылап орап шығамыз және оны үстіне шашқы жауып 5 минутқа тындырып қоямыз. 5 минут өткен соң жұмыртқамызды алып, жақсылап бетіне жағып шығамыз. Осылай духовкамызге жарты сағатқа жібереміз. Міне, менде сосиска тесто дайын болды, өте дәмді болды. Жеп отырсам, Астанаға баратырмын, есіме түсіп қалды. Сонымен тез киіндім де сумкамды алдым да жолға шықтым. Жолға шықсам менен алдым қызым азығып кетіп жатыр. Қызымды да алдым да жолға шықтық. Осылай машинамен отырып пойызым звондап жатыр. Келіп қалдық, кеттік деп. Сосын әрең дегенде пойызға жетіп келдік. Осылай отырдық та Астанаға жол тарттық. Қызым да Астанаға баратынына мәз болып қолын созып тұр.